Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз 4-ші бөлімді бастаймыз. 4-ші бөлім адам өмірін сақтау, тілдік жүйе және норма деп аталады. Бұл тарауды оқып білу арқылы сіздер адам өмірінің мемлекет үшін маңыздылығы және осы бағытта мемлекеттің атқаратын іс-шаралары туралы оқып білесіздер. Өз өміріңді сақтау үшін білуге тиіс факторлар, өмірлік ұстанымдар мен қарапайым ережелер, ғалымдардың кеңестері туралы оқып, ойларыңды ортаға салып, ортақ бір шешім шығаруды үйренесіңдер. Сонымен бірге бұқаралық ақпарат құралдары, энциклопедиялық, ғылыми көпшілік еңбектерден алынған деректерге сілтеме жасап, өз көзқарастарыңды білдіресіңдер. Берілген ақпараттарды конспектілеп, сөз жасам мен синтаксистік нормаларды емлеге сәйкес қолдануды үйренесіңдер. Сонымен бірге автордың көзқарасын ескере отырып, сұрақ қойып, сұхбаттасудың бірнеше тәсілімен танысатын боласыздар. Балалар, төменгі суреттерде нелер белгіленген? Ойымызды жүйелеп жауап берейік. Енді жауабымызбен танысайық. Әрине, бірінші суретте отбасының мүшелері, екінші суретте көлік, отбасы, үй және отбасын қорғап тұрған әкенің аялы алақаны. Үшінші суретте салауатты өмір салты, төртінші суретте компьютерде отырған баланы көріп отырмыз. Ендеше біздің сабақтың тақырыбы адам өмірін қорғау басты міндет, адамның денсаулығы, қоғам байлығы және тіркестердің мағыналық байланысы деп аталады. Сабақтың мақсаты мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, сұрақтар құрастыру және бағалау, сөз жасамдық және синтаксистік нормаларды сақтай білу, лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу. Балалар, сіздерге мынандай сұрақтар керуені беріліп отыр. Бірінші сұрақ: адам өмірін қалай сақтауға болады? Адам өмірін сақтауға арналған қандай жобалар мен бағдарламаларды білесіңдер және өздеріңіздің денсаулықтарыңызды қалай күтесіздер? Осы сұрақтарға 3 минут көлемінде ойланып жауап беріп көрелік. Мен сіздердің берген жауаптарыңызбен толық келісемін. Енді сіздер адам денсаулығына ықпал ететін факторлармен таныс болыңыздар. Бірінші, факторлармен ықпал ету саласы. Екінші, денсаулықты нығайтатын факторлар. Үшінші, денсаулықты нашарлататын факторларға тоқталамыз. Бірінші, ықпал ету саласы бұл генетикалық. Салауатты тұқым қуалаушылық бұл денсаулықты нығайтатын факторға жатады. Ал тұқым қуалайтын аурулар бұл денсаулықты нашарлататын бірден-бір факторлардың бірі. Екінші, ықпал ету саласы бұл қоршаған ортаның жайы. Жақсы тұрмыстық жағдай, қолайлы климаттық және табиғи жағдайлар, экологиялық қолайлы тіршілік ету ортасы бұлар денсаулықты нығайтуға әсер ететін факторлар. Ал денсаулықты төмендететін факторлар тұрмыс пен өндірістің зиянды жағдайлары, қолайсыз және климаттық және табиғи жағдайлар, экологиялық ортаның бұзылуы. Үшінші, медициналық қамтамасыз ету. Медициналық скрининг, профилактикалық шаралардың жоғары деңгейі, заманауи және толыққанды медициналық жәрдем. Тұрақты медициналық бақылаудың болмауы, бастапқы профилактиканың төмен деңгейі, сапасыз медициналық қызмет бұлар денсаулықты нашарлататын факторлар. Соңғы ықпал ету саласы бұл жағдайлары және өмір сүру салты. Өмір сүруді тиімді ұйымдастыру,
дұрыс қозғалыс белсенділігі, әлеуметтік тұрмыс бұл денсаулықты нығайтатын факторлар. Тиімді өмір салтының болмауы бұл денсаулықты нашарлататын факторлар болып табылады. Енді тіркестердің мағыналық байланысына тоқталайық. Балалар, біз сөз тіркесі дегеніміз не екенін төменгі сыныптарда танысқан болатынбыз. Сөз тіркесі деп толық мағыналы екі немесе бірнеше сөздің бір-біріне тұлғалық әрі мағыналық жағынан бағына байланысуын айтамыз. Мысалы, Қайрат балаларға Досанмен болған әңгіменің мән жайын баяндады. Бұл сөйлемде мынандай сөз тіркестері бар. Мысалы, бастауыш пен баяндауыш. Қайрат баяндады, балаларға баяндады, мән жайын баяндады. Досанмен болған әңгіменің мән жайын. Яғни бұлар толық мағыналы сөз тіркестер. Балалар, өзара байланысы айқын емес тіркестер білдіретін ойдың пікірді түсініксіз қылады. Тіркестер мағыналық және синтаксистік байланысқа түспесе, ой жұтаңдығы аңғартады. Мысалы, көргенді шығарма, тиянақты табыс, үрдіс келбет сияқты тіркестер тіліміздің көркін келтіріп тұрмағаны белгілі. Бұл сөздерді еріксіз тіркестіргенмен, олардың арасында жатықтық, мағыналық үйлесімділік жоқ. Бұндай қолданыс синтаксистік нормадан ауытқу болып саналады. Сөздердің мағыналық байланыста айтылып, өзара тіркесе алу қабілеттілігі олардың ең басты грамматикалық қасиеттерінің бірі. Сөз тіркесінің белгілерін, яғни құрамында толық мағыналы екі сөздің болуы, өзара сабақтаса, мағыналық синтаксистік байланыста айтылуы осыған дәлел болып отыр. Мысалы, момын су, үркек тауық деп байланыстыру мүмкін емес. Дұрысы, момын адам, үркек мал. Яғни біз сөз тіркестерін дұрыс ажырата білуіміз абзал. Енді мынандай бірінші тапсырманы орындаңыздар. Мақал мәтелдегі бір-бірімен байланысып тұрған сөз тіркестерін атаңыздар және берілген мақалдың мағынасын анықтаңыздар. Дескриптор. Мақал мәтелдердің мағынасын анықтайсыздар. Бір-бірімен байланысып тұрған сөз тіркестерін анықтайсыздар. Сөз тіркестерінің байланысу түрін көрсетесіздер. Олар матасу ма, меңгеру ма, қиысу ма және тағы басқа. Балалар, келесі бүгін адам өмірі тұңғыш рет сақтандырылған күн деген тақырыпта бейнебаянды тамашалайсыздар және келесі орындалатын тапсырмалар осы бейнебаянға байланысты. Ендеше құлақ салып тыңдаңыздар. 18 маусым адам өмірі алғаш рет сақтандырылған күн болып саналады. Енді осы орайда әзірленген бейнесюжетті тамашалаңыздар. Өмір дегенің қауіп-қатерге толы. Алайда сіз өз өміріңізді сақтандырдыңыз ба? Адам өмірін сақтандыратын компаниялардың тиімділігі туралы не білесіз? Сіз өз өміріңізді сақтандырдыңыз ба? Жоқ, сақтандырған жоқ. Өмірімді бір-екі рет страховой компания сақтандырған. Өмірді сақтандыруға болатынын білмейді екенмін. Басыма кірген жоқ ондай ой. Өз өмірімді сақтандыру керек. Жоқ. Еуропа елдерінде халықтың 99% сақтандыру компанияларының көмегіне жүгінеді. Ал елімізде бұл көрсеткіш 22% ғана құрайды. Өмірді сақтандыру компанияларының негізгі міндеті адам денсаулығына зақым келген жағдайда оған қаржылай көмектесу. Кенеттен дүниеден өтсе, табысына тәуелді адамдардың өмірін қаржыландыру. Алайда заң бойынша өмірін сақтандыра алмайтын тұлғалар да бар. Пенсионер, зейнеткерлер, мүгедектер, нашақорлар,
алкогольдік ішімдік ішетін тұлғалар, психологиялық аурумен ауыратын адамдар және бұрын қамауда болған жандар өмірлерін сақтандыра алмайды. Шет мемлекеттерде адамның өте сирек кездесетін, әсіресе иесіне табыс әкелетін қабілетін сақтандыру қалыпты жағдайға айналған. Қарапайым мысал, спортшылар дене мүшесін, әншілер болса дауысын деген секілді. Ал біздің әншілер дауысын сақтандырды ма? Оны өздерінен сұрап көрсек. Жоқ, мен өмірімде даусымды сақтандырған жоқпын. Мен сақтаған жоқ. Енді бірінші Құдай сақтасын. Бірақ білмеймін, өзім қолға алуға оны ешқашан ниеттенген емеспін. Жоқ. Енді мен сақтандырып көрген жоқ, бірақ енді көбіне көліктерді сақтандырып жатады ғой, адамнан бұрын қазір енді көлік сақтандыру жұмысы қатты жүреді. Біз өзі әлі машинамызды дұрыс сақтандырмай жүргенде, үйімізді дұрыс сақтандырғанда жоқпыз әлі. Біз өзі тіпті жолдан гаишник тоқтатып әйтеуір страховкаң қайда деген кезде тіпті ол не үшін деп өзімізде жаңағыдай не қылсақ, дауысымда емес, енді өзімнің өмірімді сақтандырдым. Қазіргі таңда елімізде адам өмірін сақтандыратын компаниялар жетерлік. Олардың құны 150 мың теңгеден басталып, 2 миллион теңгеден жоғары болып келеді. Сақтықта қорлық жоқ. Әлемдегі ең бай адамдардың бірі Билл Гейтстің де сақтандыру полисі бар. Ал әлемдік өнер жұлдыздары өздерінің дене мүшелерін сақтандыруға әуес. Әйгілі футболшы Криштиану Роналдо аяғын 144 миллион долларға бағалаған, яғни ойын кезінде аяғынан зақым алса, компанияның дәл осынша көлемде қаржы төлеуіне тура келеді. Ең бастысы сақ жүрек ағайын. Жақсы. Енді осы тыңдалым тапсырмасы бойынша мынандай тапсырмаларды орындаңыздар. Берілген ақпарат бойынша өз пікірлеріңізді білдіріңіздер, пікірге дәлел мен мысал келтіріңіздер және мәселенің шешу жолдарын ұсыныңыздар, қорытынды жазыңыздар. Тыңдалым соңындағы тапсырма. Пікір. Тыңдалған бейнематериал бойынша өзіндік пікір жазыңыз. Дәлел. Айтылған пікірді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. Мысал. Пікірді өмірмен байланыстырып мысал келтіріңіз. Қорытынды. Тыңдалған бейнематериалдың негізгі тақырыбы бойынша қорытынды ой жазыңыздар. Енді жазылымға дайындық бойынша сұрақ жауап. Сіздердің алдарыңызда салауатты өмір салты және оның элементтері, жаман әдеттер және біз салауатты өмір салты үшін дененің денсаулығы, рухани денсаулық туралы суреттер бейнеленген. Енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Әдет дегеніміз не? Қандай әдеттерді зиянды деп атайды? Жақсы, пайдалы әдеттер болады ма дейді. Осы сұрақтарға мен сіздерден жауап күтемін. Балалар, енді сіздер мынандай тақырыпта 5 минуттық эссе жазасыздар. Зиянды әдеттерге жол жоқ деген тақырыпта төмендегі тірек сөздерді пайдалана отырып эссе жазыңыздар. Бұл тірек сөздер қандай? Олар зиянды әдеттер, шылым шегу, ішімдік ішу, есірткі, улы заттарды қолдану, дене, психикалық және әлеуметтік тәуелділік деп аталады. Осы тапсырмаларды орындап, Едумаркке қайтадан маған жүктеп жібересіздер. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.